Бұл Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайы. Ал бұл сіз көрермен. Ал мынау 2025 жылғы Қазақстан барысының қалай өткені туралы бейнебаян. Көреміз. Басы мощно, жаман емес. Мен Маңғыстау тумасы болғандықтан бұл үлкен додада өзімнің жерлес бауырларым Нұрсұлтан Папау мен Нұрдәулет Жарылғаповты қолдауға келдім. Алғашқы айналымда Нұрсұлтанның қарсыласы одан басым болып, өкінішке орай жерлесім жеңіліп қалды. Бірақтан Нұрдәулет бауырым жартылай финалға дейін барлық қарсыластарын тізе бүктірді. Жартылай финалда қара бура өткен жылдың Қазақстан барысы атағына ие болған Ерасыл Қажыбаевпен кездесті. Көреміз. Өкінішке орай біз финалға шыға алмай қалдық. Бірақ та Маңғыстауға тағы да келуге мүмкіндік бар. Жарайсың, Нұрдәулет. Құрметті маңғыстаулықтар, қола жүлде құтты болсын. Қазақстан барысы 2025 жылы Нұрдәулет Жарылғапов қайтадан өзінің екінші қола жүлде иесіне қол жеткізді. Нұрдәулет, жарайсың, ай красавчик! Сен шын жүректен осы жеңіспен құттықтаймын. Үштің өзі күш, қола жүлдеде жеңіс. Өз ойың не жетіспей қалды бүгін бізде? Ассалаумағалейкум, құрметті барша қазақ елі. Мен Жарылғапов Нұрдәулет, зауық ақтық белдесуді көрдіңіздер. Қажыбай Ерасылға есе жоқ қойдым енді. Өзімнің қателігім болды деп ойлаймын, ол жерде. Басқа ешкімнен көрмеймін. Себебі күшімде барлығы да жетіп тұр. Жаңағыда өздеріңіз көргендей жарты жамбасқа түсіп қалдым. Содан сол жамбас ұстап жүрді араты. Содан араты өзімді кішкене психологиялық жағынан ба дұрыс болмады ма, араты қатты істей алмадым үшін. Күрес үшін жүрмей қалды. Одан кейін енді қолаға енді кішкене астелен болмай енді осы жаңағы бапкерлеріміздің жігерімен кішкене қолаға да күресіп кеттік енді. Өзіңіз көрдіңіз ғой, жаңағы кішкене сәл жарақаттар болып қалды. Аллаға шүкір енді қола бұйырып тұр екен. Соны алып елімізге қайтамыз енді Аллаға, ауылымызға. Екі күміс бар. Бүгін қола толықты, екі қола болды. Енді жалғыз келесі жылы жалғыз бір алтын болсын. Амин. Енді Аллаға қаласа келесі жылы жақсы дайындықпен келеміз деп ойлаймыз. Мынандай дайындық болмайды деп ойлаймын. Келесі жылы енді басқаша көзқараспен және басқаша дайындықпен келеміз.